Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Әділ. Бүгінгі видеода мен сіздерге Kiwi'да қалай жақсы курспен обмен жасауға болады, сол туралы айтатын болам. Мысалға біздер Kiwi'ға кіріп 1 рубль сатып алғымыз келсек, біздер 8-ден 0,4 теңге төлейміз 1 рубльға. Бірақ официальный курсты қарасақ, официальный курс бізде 7,82. Мен сіздерге қазір 7,87 өкіп өттім. Мысалы, осы курспен қалай алуға болады? Google официальный курспен сол туралы айтатын болам. Оның секреті мен сіздерге рубль сататын болам. Маған ВК-дан немесе Телеграмнан жазсаңыздар болады. Мына жерде админ деген бар мысалға. Так, мында кіресіздер. Мына жерге кіресіздерде маған жазасыздар болды. Немесе описанияға қалдырам. Kiwi'да сіздерге рубльді осы жердегі курспен беретін боламын сіздерге. Сіздер маған теңгені Каспиға, Халықбанк, любой жерге жібересіздер. Мен сіздерге Kiwi'мен осы рубльді жіберем. Сосын айтып өтейін, сіз Kiwi'мен жүрген кезде сіздерде Kiwi'дің карточкасы болу керек. Мысалы, карта Kiwi деген кіреміз. Мына жерден мындай бізде виртуальный қара карточка болу керек. Оны қалай алады? Оны алудың ешқандай қиындығы жоқ. Мына жерден аласыздар қара. Ол бесплатно алынады. Егер де сіздерде идентификация өтілсе, тегін аласыздар. Идентификацияны өту ешқандай қиындығы жоқ. Қазпоштаға барып 600 теңгеге профессиональный статус аласыздар. Болды. Міне менде профессиональный. Сосын мен сіздерге рубль жіберем, сіздер маған теңге жібересіздер. Егер де көп рубль алатын болсаңыздар, 100 000 рубль, 200 000 рубль вообще үлкен суммалар жасайтын болсаңыздар, мына жерден де арзанға берем. Мысалы 7-те 80, 775 деген сияқты. Мысалы курсқа байланысты қарайтын боламыз оны. Маған ВК-дан жазсаңыздар болады. Сондай-ақ наличкада да бере аламын рубль. Егер наличка обмен жасағыларыңыз келсе, жазыңыздар. Тек қана Алматы қаласы бойынша. Мен өзім Алматыдамын, сондықтан обмен тек Алматы қаласы бойынша жасайтын боламын. Наличный егер керек болып жатса жазыңыздар, сөйлесеміз, ақылдасамыз, сіздерге жасап беретін боламын. Бірақ основном онлайн жазыңдар, Kiwi'ға рубль керек болып жатса, осы курспен обмен жасап беретін боламын. Сосын минимальный 1000 рубльдан болсын, хотя бы жазыңдаршы, одан аз керек емес лучше. Сосын сіздерге Kiwi'да мен айтпақшы бір кошелегім банкқа түсіп қалды, өздеріңіз көріп отқан шығарсыздар. Ваш кошелек заблокирован дейді, ішінде еще ақшам болып қойды. Короче, Kiwi'да неге блокқа түсіп қалғанын өзім білмеймін, ешқандай нарушение бұзбадым, өздері де айтпайды не үшін банкқа түсіп жүрген. Қазір бұл проблема шешіп жатырмын барынша. Короче, мен не істедім? Последний раз историямды қарап жүріңіздер, 7 рубль жібердім. 7 рубль жібердім, содан кейін банкқа түсіп қалды. Прикиньте, басында жіберілмеді, сосын жіберілді міне. 15-і анайда жібердім. Сосын жіберілді, сосын келесі күн тәртен тұрып конвертация жасайын деймін, рубльді теңгеге айналдырғым келеді. И алатта Kiwi заблокирован, бірдеңе платеж бірдеңе шығады. Сосын мында крем, короче, Kiwi банкқа кетіп қалған. Документ бірдеңе сұрайды, жібердім, барынша енді көрем. Егер сіздерде Kiwi банкқа кетіп жатса, жазыңыздар, көмектесем шарт беруге барынша. Менде уже ондай ситуация болды, әрі шыққан жоқ, енді күтудемін, по идее шығу керек. Көбі банкқа кетіп жатыр. Сосын Kiwi'да қазір жестко ограничениялар болып жатыр. Егер 50 адамнан аспау керек, 50 контрагенттан, яғни сіздер ақша жіберіп алатын болсаңыздар, 50 адамнан асырмаңыздар. Әртүрлі 50 адамнан аспау керек. Короче, мен соны асырып қойдым. Бір негіз по идее асырмадым. Білмеймін, мен ойымша осы Kiwi рубль жібердім по номеру. Сол үшін банкқа кетіп қалды. Негізі көбінде солай банкқа кетіп жатқан, жалғыз менде емес. Есімнен шығып кетті менде ол. Сосын жіберіп қалдым, сосын банкқа кетіп қалды. Ал егер де мен сіздерге карта арқылы жіберсем, дым болмайды. Картамен өзімен бірталай жібергем. Осы жерде картаның номерін бересіздер, болды, сіздерге перевод на карту деп жібере салам, дым болмайды. Жалпы бүгінгі видео айтайын дегенім осы, мен рубль обмен жасайтын боламын, яғни бір сөзбен рубль сататын боламын. Егер рубль керек болса, жазыңыздар, Google курспен сіздерге беретін боламын. Мына жерден де Kiwi'дің курсы білесіздер, жоғары өздерінің комиссиясы бар, ал мен сіздерге Google'дың курсымен жасап беретін боламын обмен. Көптен бері видео түсірмей кеттім, уже бір айдай болып кеткен екен. Жалпы интернеттағы ақша табу жолдары, там криптовалюта алшақтап кеттім дегенде мен қазір өзім активно криптовалютамен айналысып жатырмын, сондықтан қолым тимей жүр ютубқа. Енді жайлап каналға тіркеліп активность көрсетіңіздер, барынша видеолар түсіріп каналға салатын болам. TikTok, ақша бар, ВК, Telegram, бүкіл жерге тіркеліңіздер. Airdropтар, тағы да басқа қызықты нәрселер салатын боламын барынша. Так, сіздермен бірге болған мен Әділ. Осы видеоны лайк басып каналға тіркелеміз. Сау болыңыздар.